Бірінші шағын ауданындағы 10 үйдің кілттерін салтанатты тапсыру рәсімі жергілікті әкімдікті мәжіліс залында өтті. Шаһар басшысы Абай Ибраев жаңа пәтер иелерін қоныс тоймен құттықтады. Қуанышты салтанатты шаралар біздің қаламызда көбейе берсін. Жыл сайын біздің еліміз, біздің Лисаков қаламыз әрқашан көркейіп, гүлденіп, дами берсін. Ешқандай соғыс болмасын, бейбітшілік болсын әрқашан. Әр шаңыраққа бақыт, қуаныш және молшылық береке тілейміз. Әр істеріңізге, барлық істеріңізге табыс, сәттілік тілеймін. Бұл күнді мемлекеттік салада еңбек етіп жүрген түрлі мамандық өкілдері қызметтік пәтерлердің кілттерін алды. Олардың арасында құқық қорғау, денсаулық сақтау және білім беру органдарының қызметкерлері бар. Мен тек қаламыздың педагогикалық ұжымы ғана емес, жалпы бүгін қала басшылығынан осындай тамаша сыйлыққа қол жеткізіп отырған барлық тұрғындардың атынан алғыс білдіремін. Бұл Лисаков қаласына жас мамандарды тартуға үлкен септігін тигізеді. Жаңа үйдің 9 пәтер кілті Лисаков ауруханасының дәрігерлеріне берілді. Айта кететін жайт, шаһарда денсаулық сақтау саласында 400-ге жоқ маман еңбек етеді. Оның ішінде 51 адам қызметтік тұрғын үйде жасайды. Лисаков қалалық ауруханасы біздің облыста медицина қызметкерлерін осынша қызметтік тұрғын үйін қамтып отырған жалғыз ұйым деп айта аламын. Мұндай шаралар өз кезегінде жаңа мамандарды тартуға мүмкіндік береді. Сондықтан соңғы 3 жылда ауруханаға жаңадан 60 маман келді. Салтанатты шарадан соң жаңа қоныс иелері баспаналарын көруге барды. Жаңа үйге кіргендердің қатарында Лисаков қалалық ауруханасының реабилитолог педиатр дәрігері Акрам Мухиддинов бар. Түркістан облысы Сауран ауданы Оранғай ауылынан келдім. 5 бала шағам бар, 3 қыз, 2 ұлым бар. Келгеніме 1 ай болды. Лисаков қаласының әкімдігіне үлкен алғысын білдіремін. Өзіміздің бас дәрігерімізге, Қарлаш Қаратайын аға, келгеніме 1 ай болғанына қарамай, семьям үлкен болғанына байланысты 3 бөлмелі пәтер беріп жатыр. Соларға үлкен алғысымды айтамын. Бұрын Лисаков қалалық коммунэнерго кассалары мен энергия өткізу кеңселері орналасқан бұл ғимарат қысқа мерзім ішінде қайта құрудан өтіп, жайлы баспанаға айналды. Келісімшарт биыл жасалған болатын. Құрылыс мерзімі наурыз айынан басталып 6 айға созылды. Барлығы бұл үйде 21 пәтер орналасқан. Оның ішінде 5-еуі 1 бөлмелі, оны 2 бөлмелі және 6-ауы 3 бөлмелі. Жұмыстар іс жүзінде аяқталды. Атқарушылық құжаттаманы жеткізу қалды. Шаһар басшысының сөзінше, жыл соңына дейін баспана кезегінде тұрған лисаковтықтарға тағы 12 пәтердің кілті табысталады. Сонымен қоса жаңа 60 пәтерлі тұрғын үйді салуға жоба мақұлданған. Қарагөз Мақатова, Акцент телеарнасының көмегімен.